how are you today? Let's continue our lesson. Today we'll speak about the negative form of present continuous. Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздер 9-шы модулімізді жалғастырамыз. Бүгін біздер present continuous-тың кері формасы, яғни болымсыз түрімен танысатын боламыз. Ең алдымен әдеттегідей, жаңа өткен сабақтағы жаңа сөздерді бір шолып өтейік. First of all, as usual, let's revise the new words from the previous lesson. Біздер өткен сабақта киімдер тақырыбымен танысқан болатынбыз. Киімдер біздер ағылшынша clothes деп айтамыз. Clothes. Киімдерді кию етістігі to wear. Жаңа сөздерді бір шолып өтейік. A t-shirt, a skirt, shorts, a dress, a cap, a hat, trousers, jeans, a jacket, shoes. Енді бүгінгі жаңа сабағымызда біздер менің демалысым тақырыбындағы жаңа сөздікпен танысамыз. Менің демалысым ағылшынша my holiday. My holiday. Демалыс бізде holiday. Демалысқа қатысты жаңа сөздер бізде мысалы beach, пляж, beach, күн, sun, купальник, суға түскенде киетін киім, swimsuit, теңіз, sea, бассейн, swimming pool. Күннен қорғайтын көзілдірік, sunglasses. Суда жүзу, to swim, етістік бұл, to swim. Және де рахаттану, демалу, to relax. Осы сөздерді бір қайталап өтейік. Beach, sun, swimsuit, sea, swimming pool, sunglasses, to swim, to relax. Және де to relax. Енді әрі қарай present continuous тақырыбын жалғастырайық. Біздер айттық, present continuous нағыз шақ, оны дәл қазіргі моментте болып жатқан іс-қимылдарды суреттеу, сипаттау үшін қолданамыз деп. Өткен сабақта оның болымды түрімен танысқан болатынбыз. Енді болымсыз түрін жасау үшін to be етістігінен кейін not қосамыз, әрі қарай етістігімізге ing жалғаймыз. Бұл жерде маңызды нәрсе осы to be етістігінің am, is, are болатындығын ұмытпауымыз керек, және not содан кейін болады. Етістік одан кейін жалғанады. Not ешқашан басқа орындарын ауыстырмайды. Енді сөйлем түрінде қалай болады екен? Сөйлемде орналасу тәртібі бірінші бастауыш тұрады. Бұл жерде мына personal pronounсдар мысалға, одан кейін to be етістігі, осы есімдіктерге байланысты олар өзгереді деп айтты. Мысалы, I-дан кейін am, he, she-дан кейін is, we, you, they-дан кейін are болады деп. Сол жерге осы notты қосамыз. Am not, I'm not, you are not, he's not, she's not, we are not, you are not, they are not болады. Ал мына жағында етістік ing жалғанған күйінде еш өзгеріссіз қалады. Сонда I'm not reading, he's not reading, she's not reading, it is not reading, we are not reading, you are not reading, they are not reading болып жасалынады. Және де осы кезде де, осы present continuous-тың болымсыз түрінде де осы қазіргі моментті білдіретін қазір, now, немесе осы мезетте, осы сәтте, at the moment сөздері қолданылады. Енді мысалдар қарастырып көрейік. Мысалға, I'm not watching TV now. I'm not кәдімгі to be өткен кезде I'm, you are, he, she өткенде not қосылғанда кері формасында қалай қысқарды? Мысалы, I'm not болып, дәл солай болып қысқарады. I'm not watching TV now. You aren't болады, you are not. You aren't watching TV now. He isn't watching TV now. She isn't watching TV now. It isn't watching TV now. Көкше формасында. We aren't watching TV now. You aren't watching TV now. They aren't watching TV now. Яғни телевизор қарап жатқан жоқ деп сөйлемді керіге айналдырдық. Немесе I'm not wearing jacket. Мен үстіме куртка киіп тұрған жоқпын. You aren't wearing jacket. He isn't wearing jacket. She isn't wearing jacket. It isn't wearing jacket. Немесе жансыз заттарға куртка киіп тұр деп айтпаймыз мысалға. Оған it isn't sleeping, мысалы, мысық ұйықтап жатқан жоқ деп айтқымыз келсе,
It isn't sleeping деп айтамыз. We aren't wearing jackets. You aren't wearing jacket. They aren't wearing jacket. Жакеттің орнына басқа киімдердің орнын алмастырып қойсақ болады. Немесе осындай сөйлемдер мысалға, мына адам демалып жатыр да. He is relaxing. Ол демалып жатыр. Ол суда жүзіп жатқан жоқ деп айтқымыз келсе, he is not swimming деп айтамыз. Немесе мына жерде they are dancing. Мысалы, мына адамдар билеп жатыр. Олар жүгіріп бара жатқан жоқ. They are not running. Бұл сөйлемде болымсыз болып тұр. Немесе мына жерде he is wearing trousers. Ол шалбар киген. He is not wearing jeans. Ол джинсы кимеген. Ол классикалық шалбар киген. Немесе she is swimming. Ол суға жүзіп бара жатыр. She is not relaxing. Ол демалып жатқан жоқ. Осындай жасалу жолы ешқандай қиындығы жоқ. Бастысы жаңағы болымды сөйлемді дұрыс шатаспай құрастырып үйренсек, тек соған нотты қоса қоямыз. Енді ары қарай тапсырмаларға кезек берейік. Task 1, make sentence negative. Мына жерде сіздерге болымды сөйлемдер бердім. Соған тек нот жалғап, сөйлемді керге айналдырамыз. Мысалы, I'm swimming in the sea. I'm swimming. Мен жүзіп бара жатырмын. Соны жүзіп бара жатқан жоқпыз деп айту керек. I'm not swimming in the sea. I'm not қостық. Немесе екінші сөйлемде she is wearing red hat. Ол қызыл шляпа киген. She is not wearing red hat деп нот қостық. Келесі we are wearing sunglasses. Біз көзілдіріктер кидік, күннен қорғайтын. Кері сөйлем киген жоқпыз деп айту үшін we are notты қосып сөйлемді жалғастырамыз. Осылайша қалған сөйлемдерде өздеріңіз мұқият дәптерге орындаңыздар. Келесі екінші тапсырма task 2, write the verbs in present continuous. Етістіктер берілген мына жерде. Тура формада болса go деп тұрады. Егер кері форма болса қасында not, play, мысалы not деген мен берілгендерді кері сөйлем қыламыз. Мысалға, бірінші сөйлемде go, I am going to school now. Қазір мектепке бара жатырмын. Мына жерде қазір деген сөз тұрғандықтан бұл present continuous екенін білеміз. Сондықтан мына am, go, in болады, I am. Келесі not play деп тұр, яғни біз кері сөйлем құрамыз керек. They are not playing volleyball. Playді to be-ні өзгертіп, they-дан кейін a келеді to be, оның қасынан not жалғаймыз, одан кейін playing-ге ing-мізді жалғаймыз. Сонда they are not playing volleyball болады. Келесі сөйлемдерді де дәл осылай, мысалы, кері сөйлем жасайсыз, мынадан тура, мынадан кері, мынадан тура сөйлем жасап, сөйлемдерді аяқтайсыздар. Task 3, present simple or present continuous. Үшінші тапсырмада біздер айтқан болатынбыз, осы шақтың екі түрі бар, иә? Present simple жай осы шақ, ал present continuous осы шақ қазір болып отырған. Біз екеуінен бір-бірін ажырата алуымыз керек. Сол үшін мына тапсырма соған берілген. Мысалы, мына жерде read етістігі мен сіздерге жасап қойдым. Мына жерге не үшін біздер we are reading деп қойдық, present continuous екен. Себебі сөйлемнің ішінде міне now тұр. Now тұрса қазіргі болып отырған іс-әрекет we are reading a book деп айтамыз. Егер де мысалы sometimes тұр, we sometimes дейді. Sometimes бізде present simple'ды білдіретін сөз, иә? Кейде. We sometimes read a book болады. Осы сөздердің барлығына мән береміз. Келесі мысалы at the moment дейді. At the moment болса, ол present continuous, яғни not watch дейді. Кері сөйлем құрамыз керек. On Sundays дейді. On Sundays жексенбі күндері телевизор қарамайды деп айтуымыз керек. Ол present simple болады. Мына жерде every day, мына жерде now деп тұр. Осы сөздерге байланысты қайсы present simple, қайсы present continuous екенін айырып, сөйлемдерді жасайсыздар. Осымен бүгінгі берілген тақырыбымызға қатысты сабағымыз және тапсырмаларымыз аяқталды. Видео сабақтың астында сіздерге жеңіл тапсырмалар дайындадым. Соны мұқият орындаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, see you next lesson. Goodbye.